Сұлулықтың соры. Бүгін жұма күні. Мектептегі сабағымды аяқтап шыққанмен, жолай базарға соғып фарш ала келуді жөн көрдім. Ертең жақсылап демалып, балаларыма тәттілеп манты істеп бермесем. Базарды жағалап келе жатып, картоп, жуа сатып отырған таныс бейнеге көзім түсті. Апырау, мынау ауылдағы сұлу біткеннің сұлуы көркем ғой. Бұл мұнда нағып отыр. Бұндай күйге қалай түскен деген сансыз сауалдармен қасына қалай жақындап барғанымды білмей қалдым. Келіңіз, картоп жуа аласыз ба деп маған басын көтеріп қарады. Қарады да мені танып, ыңғайсызданып қалды. Амансың ба көркем? Қалайсың жадыра? Жақсы, шүкір. Мені бұлай көрем деп ойламадың ба деп жымиды көркем. Иә, дедім, аузыма сөз түспей. Маңдайға жазылған тағдырдан қашып құтыла алмайды екенсің. Менің өмірім осылай болады деп ойладым ба жадырау? Иә көркем, сені бұлай көрем деп ойламадым. Жүрші, бір жерге отырып шай ішейік дедім. Иә барайын, онсыз да таңертеңнен бері жөнді сауда болған жоқ. Сенімен отырып, ауылдың жаңалықтарын естіп қайтайын. Заттарының бетін жауып, қасындағыларға тапсырған көркем екеуміз базар жанындағы тамақтанатын орынға келдік. Ол қол жууға кеткенде, тамаққа тапсырыс беріп қойып, терезеге қарап ойланып кеттім. Көркем десе көркем еді-ау кезінде, көздері ботадай мөлдіреген, ақша беті албыраған, шиедей ерні мен найзадай кірпіктері бары сұңғақ бойлы, аяқ қолы балғадай, шаштарын көз өрім қылып өріп қойып, бойын тік ұстап, қасыңнан өткенде жігіт түгілі біз қыздары сыртынан қарап қалушы едік. Тура қыз жібектегі Меруерт Өтекешеваның жас кезіне айнымайтын. Сондай сұлулықты аямай берген Алла да шебер-ау дейтінбіз. Бүкіл мектептің жігіттері мен ауылдың ересек жігіттері оған ғашықтығын. Әкесі мектеп директоры, анасы кітапханашы болып жұмыс жасайтын. Олардың әлеуметтік жағдайы жоғары болатын. Өзі күйлі тұрғасын, ешкімді менсіне бермеуші еді. Мына жер жайлы екен, бұл жер қымбат болғасын келе бермейді екенбіз. Базар ішінен шайханалардан жүрек жалғап аламыз деп көркем орнына жайғасты. Бет-аузының бәрін әжім торлаған, жүзі күнге күйіп тотыққан, маңдай менен самай шаштарын ақ шаш басып кеткен көркемге барлай қарадым. Менюді қолына алып қарап отырған ол, не тамақ ішеміз деді. Лагманмен шайға тапсырыс беріп қойдым дедім. Мейлі, сен не ішсең мен де соны ішейін. Бала шаға, ауыл аймақ қалай деді көркем. Ауылға бармағалы біраз болды. Мен осында тұрамын ғой. Осындағы мектепте бастауыш сыныпқа сабақ беремін дедім. Жақсы болған екен. Кезінде мектепте жақсы оқыдыңдар ғой. Мұғалім болғаның дұрыс болған. Ал біздің жүрісіміз мынау. Қолымыз күс-күс болып базардамыз. Неге мұндай күйге түстің? Мен осы өмірді тілеп алды дейсің бе? Бірақ бәріне өзім кінәлімін. Бар кінәмнің өтеуін осы өмірден алып жатырмын. Өзіме де сол керек деп үнсіз қалды. Бір кезде алдына келген шайдан бір тап қойып, әңгімесін бастап кетті. Адамның жанын жаралайтын алға қарай нық қадам басуына әрқашан тұсау болатын жағдайлар өмірде кездесіп тұрады. Барлық адам бірдей, ешқайсысы қателеспейді деп айта алмаймыз ғой. Қателіксіз пенде жоқ. Мен де бір қателіктің артынан екінші қателікке ұрынып, өмірімнің астаң-кестеңін шығарған жанмын. Барлық жағдайға өзім кінәлімін. Мен отбасындағы ең кенжесімін. Алдымда ағам мен әпкем бар. Үшеуміз де ата-анамыздың махаббатына бөленіп өстік. Әкем мектеп директоры, анам кітапханашы болды. Не ішем, не кием деп тарыққан жоқпыз. Бізде бәрі болды. Үй, машина, мал. Анам мен әкем өте келбетті жандар болатын. Сондай әдемі кісілердің балалары да әдемі болып өседі емес пе? Әсіресе сұлулықты Алла маған аямай беріпті. Сол сұлулық құрғырдың кейін өзіме сор болып жапсатынын мен сорлы біліппін бе? Мектепті ондай қатырып оқымадым. Әйтеуір директордың қызы деп мұғалімдер бағамды көтермелеп қоятын. Өзім сұлу, өзім үйдің еркесі әрі байдың қызы болғандықтан, жан-жағымдағыларға менсінбеушілікпен қараушы едім. Мектептегі жігіт атаулының барлығы маған ғашық. Телефоныма толассыз хаттар келіп жататын. Сүйем, күйем деген. Бірақ бірде-біреуіне жауап қайтармайтын едім. 11-ші сыныпқа аяқ басқан кезіміз. Күз айы болатын. Бір күні сабақтан шығып, қыздар болып келе жатқанбыз.
Артымыздан бір жеңіл көлік тоқтады да, рөлдегі жігіт: «Көркем, қайтасың ба? Жүр, апарып салайын. Үй жағыңа ағаңа бара жатыр едім» деді. Бұрылып қарасам, жақында әскерден келген ағаммен құрдас Ақылбек екен. «Я, қайтамын» деп, қыздармен қоштасып мініп алдым. Ақылбек түр тұлғасы келіскен, қара торы сымбатты жігіт болатын. Үйге келем дегенше әңгіме айтып келдік. Артта отырған маған айнадан қайта-қайта қарағыштап отырғанын, мені іштей ұнатып жүргенін сездім. Машинадан түсіп үйге кіріп кеттім. Ал ол ағамның қасында әңгімелесіп қалды. Ертеңіне түстен кейін магазиннен зат алып қайтып келе жатырсам, Ақылбек тағы да машинасымен келе жатыр екен. Мені көріп тоқтады да: «Жүр, жеткізіп салайын» деді. Мен де кетер емес мініп алдым. Үй жаққа жақындағанда Ақылбек: «Көркем, саған хабарлассам бола ма? Номеріңді бере аласың ба?» деді. Мен жымиып номерімді бердім. Сонымен кешкісін ол хабарласты. Екеуміз біраз әңгімелестік. Сезімін жеткізді. Мен қарсы болған жоқпын, «Я» деп жауап бердім. Ақылбек екеуміз қыз-жігіт болып сөйлесе бастадық. Бірақ ағама ыңғайсыздық тудырмау үшін білдірмеуді жөн көрдік. Кешке ауыл шетіне барып әңгіме айтып қайтайық деді Ақылбек. Кешке сыныптасымның үйіне барып, тестке дайындалам деп үйдегілерден сұранып кеттім. Оның машинасымен ауыл шетіне келіп тоқтадық. Мен әдеттегідей артқы орындықта отырдым. Ол жаныма келіп жайғасты. Мороженое ала келіпті. Жеп отырып әңгіме айттық. Bir кезде ол менің мойнымнан иіскеп сүйді. Денем дір ете қалды. «Қандай тәттісің сен? Мен сені сүйем» деп жаймен ернімнен сүйе бастады. Бір уақытта машинаның іші ыңғайсыздық тудырды ма, далаға шығып, багаждан көрпе алып жерге жайды да мені жатқызды. Мен де оны сүйгендіктен қарсылық көрсетпестен сүйсе бастадым. Жұмысын бітірген соң кеудесіне басымды қойып ұйықтап кеткім келді. Осылайша мен мектеп бітірмей жатып қызығыммен қоштастым. Бірақ оған өкінген мен жоқ. Сүйгенім қасымда болса болды деп еш уайымсыз жүре бердім. Үйдегілер тойдың қамы деп шапқылап жүргенде, мен Ақылбекпен кездесіп жүре бердім. Бір айдан соң ағам көрші ауылдың Айша атты сұлуын келін етіп түсірді. Атанам келінді болдық. Мен жеңгелі болдым деп қуанып жүргенде, менің басыма қара бұлт үйірілді. Бір күні таңертең сабаққа жиналып жатқанмын. Жеңгем бауырсақ пісіріп жүр екен. Майдың иісі жүрегімді айнытып, лоқсып далаға жүгірдім. Мұны байқап қалған анам артымнан ере шықты. «Сен қыз бір бәлеге ұшырап қалғаннан саумысың?» деді анам. «Қумаш мам, ненің бәлесі? Жай асқазаным ауырды» дедім. Жүрегім дүрсілдеп, қол-аяғым қалтырап тұрғанын сездірмеуге тырыстым. Бірақ ана жүрегі сезімтал емес пе? Менің жүкті екенімді сезіп тұрды. Түстен кейін сабақтан келсем, анам жұмыстан ерте келіпті. Мені шақырып алды да қолыма жүктілікті анықтайтын тестті ұстатты. Дәретханаға еріп барған анам тесттің екі жолағын көріп көзі атсыздай боп кетті. Ойбай, сен не бүлдірдің?» деп жылап, мені шапалақпен салып жіберді. Мен де үнсіз жылап жібердім. Енді қайтейін, бұлай боларын білдім бе? Екеуміз де жылап сықтап, ешкімге, әсіресе үйдегілерге тіс жармауға бекіндік. Менің мектеп бітірмей жатып абыройдан айырылып, жүкті болып қалғанымды әкем мен ағам білсе, мені де, Ақылбекті де оңдырмасы анық. Анам отбасымыздың абыройы үшін деп ертеңіне мені аудан орталығына апарып, бір ай боп қалған сәбиімді алдыртып тастады. Ақылбекке де хабарласып, менің жаныма жоласа, көзіне көк шөбін емелетіп, кәмелеттік жасқа толмаған қызды жыныстық қатынасқа тартқан үшін деп соттатып жіберуден тайынбайтынын жеткізді. Осылайша менің алғашқы махаббатым сәтсіз аяқталды. Анамның қоқан оқысынан соң Ақылбек ауылдан кетті, ал мен жылап сықтап қала бердім. Бұл жағдайдан кейін анам мені бақылауды қолға алды. Тек 11 сыныпты жақсы аяқтап, жоғарғы оқу орнына түсіп кетуімді қалады. Өмір бір сарынымен аға берді. Оқу жылы аяқталып, барлығымыз ұбт тапсырдық. Бірақ грантқа қол жеткізе алмадым. Әкем мал жырын сатып, ақылы оқуға түсірді. Таңдауым Алматы қаласы болды. Сөйтіп, анам менімен Алматы қаласына еріп барып, жатақханадан орын алып орналастырып қайтты. Анам кетерінде маған: «Қызым, бұл үлкен қала. Әр қадамыңды аңдап бас. Басыңнан өткен қателігіңді енді қайталамашы. Білмеймін, алдағы тағдырыңды, қатеңді кешіре білетін, жөні түзу жігіт жолықса жақсы. Ендігі арманым сені оқуыңды аман есен бітіріп, абыройсыздыққа ұшырамай ұзатып салу. Сондықтан тек оқуыңды оқы, өзіңе қара жаным» деп жылап, біраз ақыл кеңесін айтып кетті.
Мен де анашымды қимай әрі үлкен қалаға сыртқа шығып көрмегесін құлазып жылап қала бердім. Бөлмеге менен басқа қасыма 3 қыз орналасты. Әрқайсымыз әр факультеттен едік. Жатақханада да универде де танысқысы келіп, тиісіп жүретін жігіттердің қарасы көбейді. Бірақ еш қайсысын менсінбедім. Студенттік өмір сырғи берді. Бір күні дене шынықтырудан беретін болып жаңадан жас ағай келді. Бойы ұзын, аққұба, өңді, сұлу да сымбатты екен. Группадағы қыздардың бәрі ғашық болған шығар. Оның ішінде мен де бармын. Ақылбектен кейін жүрегім ешкімге селт етпеген еді. Ал Нұрал ағайды көргенде жүрегім өрекпей дүрсілдеп, денем ысып суып сала беретін. Оның әрбір қимылы мен сөйлеген сөзіне қарап отыра бергім келетін. Ғашық болғаным соншалықты, оның әрбір сабағынан қалмауға тырыстым. Әрбір берген тапсырмасын орындадым. Оған ұнау үшін спорттық киімдерімді де фигурам анық көріну үшін тырыстырып, жабыстырып киетінмін. Оның назары маған ауғанын қаладым. Бір күні волейбол ойнап жатып, аяғымды қайырып алдым. Мама деп отыра қалғанымда қасыма қыздардан бұрын Нұрал ағай жүгіріп келді. Не болды көркем? Білмеймін ағай, аяғымды қайырып алған сияқтымын. Кәне көрейін деп ұстап сипап қарады. Шықпаған сияқты. Жүр дәрігерге бір тексертіп алайық деп мені сүйеп тұрғызды. Ол мені белімнен қапсыра құшақтап алып жүрді. Иісі қандай керемет. Мынадай жігіттің құшағында болу қандай бақыт. Осы сәт ұзақтау болса екен деп қиялдап мен келемін. Жақын жерде дәрігерге қаратып алдық. Шыққан сынғаннан аман. Тек еті ауырып қалған ғой деп дәрігер шығарып салды. Жатақханаға қайталасың ба деді ағай. Жолда жүре алмайтын сияқтымын ағай. Апарып салыңызшы дедім. Ол мені жеткізіп салды. Ғашығымның қасында отырғаныма мәз болам деп аяғымның ауырғанын ұмытып кеттім. Бір күні комнатамыздағы Алияның туған күнін атап өтеміз деп кафеге бардық. Өзіміз 4 қыз болып, ішіп, жеп, билеп, көңілді отырғанбыз. Бір уақытта қасымызға бір жігіт келіп мені биге шақырды. Мен билеуден бас тартқанмын. Ол Сараны шақырып билеп кетті. Жан-жағыма қарап отырып, шеттегі үстелден таныс бейнені аңғардым. Нұралым жаным біз жаққа қарап отыр жымиып. Мен амандасқан ишара білдіріп бас изедім. Ол да басын изеп, стакан көтерді. Сарамен билеп болған жігіт Нұралы отырған үстелге барып жайғасты. Сөйтсем, Нұралы достарымен келіп отыр екен. Қайтарда манағы жігіт Сараны шығарып саламын деп келді. Сара екеуміз манағы жігітпен бірге Нұралының машинасына отырдық. Алия мен Венераны басқа жолдас баласы апарып салуға кетті. Сара мен Дидардың әңгімесі жараса кетті-ау деймін, екеуі жатақхананың алдында ұзақ сөйлесті. Ал біз Нұрал екеуміз оларды күтіп отырдық. Жігітің бар ма деді Нұралы. Жоқ ағай. Мүмкін емес. Сендей әдемі қыздың жігіті болмауы деп жымиды. Жымиғаны сондай өзіне жарасады, адамды баурап алады. Шын айтам ағай, өзіңізде қыз бар ма? Жоқ. Мүмкін емес. Сіздей сымбатты жігітте қыз болмауы. Екеуміз бірге күліп жібердік. Қарсы болмасаң телефон номеріңді бересің бе деді ол. Іздегенге сұраған дегендей, мен де жалма-жан номерімді айта қойдым. Екеуміз телефонмен сөйлесіп жүрдік. Бір күні мені кездесуге шақырды. Кафеде тамақтанып алған соң, достармен бірге тұрып жатқан пәтеріне шай ішуге бардық. 2 бөлмелі пәтерде 3 жігіт болып тұрады екен. Достары ауылдарына кетіпті. Теледидардан жанға жайлы вальс музыкасы қосылып тұрды. Ол менің қолымнан тартып биге шақырды. Екеуміз ақырын билеп жүрдік. Бір кезде ол тамағымнан иіскеп, сүйе бастады. Мен де қарап қалмай оның ерніне сүлікше жабысып, еркіне көне бердім. Құшақтап көтеріп алды да диванға әкеп жатқызып, үстіме қарғып мініп алды. Түймелерімді ағытып, төңкерілген қой санарымды баппен сүйе бастады. Еркек пен әйелді бір-біріне ынтықтырып қойған жаратушының жұмбағы біткен бе? Сол түні Нұралымның қасына қонып шықтым. Таңға дейін бірнеше рет махаббат майданында қарусыз соғыстық. Бұдан кейін де талай рет Нұралының пәтерінде жолығып, кездесіп жүрдік. Арасында оның кабинетінде де ешкім жоқта жолығып, құмарымызды қандырып алатын болдық. Көтеріп қоймауға тырысып, сақтанып жүрдім. Бірақ ақыры бойыма бала бітіп қойды. 2 курстың аяқталуына аздаған уақыт қалған еді. Таңертең сабаққа баруға жиналып жатқан бойым еді. Аяқ астынан басым айналып, жүрегім көтерілді. Сол күні сабаққа бармай дәріханадан тест әкеліп салып көрдім.
Екі сызық. Төбемнен жай түскендей отыра кеттім. Енді қайттым. Нұралыға хабарластым. Кешке жолығуға уәделестік. Кездескен уақытта аяғымның ауыр екенін жеткіздім. Ол жалт қарады да ұрса жөнелді. Есің дұрыс па? Неге сақтанбадың? Менің басымды қатырмай алдырып таста. Саған үйленер ойым жоқ. Менің ауылда келіншегім мен 2 балам бар. Сен тек маған көңіл көтеру үшін ғана керек болдың. Егер ізімнен қалмай бірдеңе бықсытар болсаң, мен де қарап қалмаймын. Сені оқудан шығартып жібере аламын. Так что менімен енді байланыспа деп әңгіменің ашығын айтты. Қаншама жылап еңіреп, жалынсам да ол қайырылмады. Мені тастады да жоқ болды. Сол кеткеннен хабарласпады да, номерін ауыстырып, тіпті жұмысынан да ауысып кетті. Расымен де сұрастырсам, өз айтқандай келіншегі мен балалары бар екен. Мен ақымақ ештеңе білмей, нәпсімді қандырғаныма мәз болып жүре беріппін. Амал жоқ. Ішім жанып күйіп, кездесем де тағы да аборт жасаттым. Бірінші балада аңғалдықпен әрі шешемнен қорқып алдыртып тастасам, осы екінші баланы алдырғанда қатты қиналдым. Жүрегім ауырып, бейкүнә сәбидің обалына қалып жатқанымды ойлап, азап ойым қаза болды. Аборт жасаған дәрігер енді бала көтере алмайтынымды, қайта-қайта аборт жасатқаннан жатырымның зақымданғанын айтты. Мен үшін өмірдің түк мәні қалмағандай сезіндім. Өзімнің ақымақтығыма аяғымды шалыс басып, күнәға ұрынғаныма жыным келді. Өмірдің осындай бір қиын сәттерін бастан кешіргеніме өкіндім. Бірақ басқа түссе баспақшыл дегендей, бәріне көнгеннен басқа амал жоқ деп жүріп жаттым. Бейкүнә сәбилердің обалы шығар. Алда мені тағы да қорқынышты қара түнек болған сәттер күтіп тұр еді. 2-ші курсты аяқтап, жазғы каникулда ауылда болдым. Ағам мен жеңгемнің тәп-тәтті балапанын жаздай қолымнан тастамай бақтым. Диярдың балдай тәтті қылықтарын көріп, өзімнің енді балалы болмайтыным есіме түссе, өкініштен өзегім өртенетін. Осы аралықта әпкемнің өзінің қалап ұнатқан жігітіне ұзаттық. Жездем өте сабырлы, салмақты, иманды жігіт екен. Әпкем екеуі сондай жарасымды жұп болды. Құдаларымызда жақсы жандар болып жолықты. Сол ұзату тойына анамның құдашасы да келген болатын. Құдаша ханым мені ұнатып қалған болу керек, қайта-қайта қарақшытап анамның жанынан шықпай жүрді. Той аяқталып, құдалық рәсімі өтіп, барлығы аяқталған соң, 2 аптадан кейін анама құдашасы хабарласып, өзінің ұлына мені сұрапты. Ұлы 30-ға келсе де, үйленбей жұмыс жасап жүріп қалған жігіт екен. Менің сырымды білетін анам соған беруге келісіпті. Маған қарсылық танытуға шама келтірмей, сенің өткенің бар, өзіңнің сүйгенің табылып, қосылып жатсаң бақытты болуың 2 талай. Өмір бақи қателігіңді бетіңе басып өтеді. Одан да мына жуас әрі жұмысбасты болып, ештеңемен шаруасы болмаған жігіт қой. Әйтеуір алдап сулап өмір сүрерсің, осыған келіс деді. Көнбеске амалым болмады. Қаяна болмасын, баласының бақытты болғанын қалай демес пе? Анамның сөзіне келісімімді бердім. Болашақ енем жанына өзінің сіңілісі мен баласын ертіп келіп, ата-анамның алдынан өтіп сырға салып кетті. Болашақ күйеуім шынымен де жуас, ешкімге зияны жоқ, тек қызмет деп жүріп қалған адам екені көрініп тұрды. Әкем әрі-бері қызым жас, оқуын бітірсін деп көнгісі келмеп еді. Әйтеуір анам қалай көндірсе де көндіріп қойыпты. Келесі көктемге ұзатып әкететін болып, 2 жақ келісті. Басым бос емес сырғалым болып, оқуымды жалғастыра бастадым. Енді аяғымды шалыс баспай, күйеуге тиіп өмірімді бір қалыпты жайбарақат жалғастырамын деген ойда болдым. Бір күні группадағы қыздар болып кафеге қыдыруға бардық. Кафеде қасымдағы Жаннұр атты қызға басқа қыздардың тиісіп жүргенін байқадық. Жаннұр өзі мінезі ұл сияқты, бетке айтып салатын, егер түсінбесе жұдырық ала жүгіретін, ұрда-жық мінезді қыз еді. Бір уақытта шексіп жүрген қызбен мәселелерін сыртқа шешуге кеткен болатын. Ізінше барғанымыз сол еді, кафенің алдында қыздар төбелесі басталып кетті. Жаннұр мен жаңағы қыз кинодағыдай бір-бірінің шаштарынан жармасып, соққылай бастады. Қасымыздағы қыздар да қарап тұра алмай, олар да қарсы жақпен бірге төбелесе кетті. Мен оларды айыруға кірістім. Бір кезде
бір қыздың шыңғырған даусы естілді. Сол аралықта полиция қызметкерлері де келіп жетті. Ал менің қолымда қанға боялған пышақ болды. Ол пышақтың қалай қолыма түскені, қалай оны ұстап алғаным есімде жоқ. Есімді жисам, полиция бөлімшесінде отыр екенбіз. Сол төбелесте Жаннұр қайтыс болыпты. Ал мен оларды айырып жүргенде біреусі келіп пышақты ұстатып кеткен сияқты. Сонымен тергеу басталып, 5 айға созылды. 5 ай бойы тергеу изоляторында отырдым. Кейін сот болып, ақыры мені кінәлі деп тауып, 8 жылға түрмеге жапты. Тергеу изоляторында жатқанда менің сөзіме құлақ асар жан болмады. Қылмысқа қатысың бар, мойында деп ұрып-соғып азаптады. Денем көгеріп, қанталап, қанша таяқ жесем де шынымды айттым. Бірақ олар сенбей, мені мойындату үшін талай иттіктер жасады. Әкем байғұс мен адам өлтіріп қамалды деген күні жүрек ұстап, құлап больницадан бірақ шықты. Жалғыз ағам қарындасым мұндайға бармайды, мүмкін емес жала деп, қанша шырылдаса да әділдікке жете алмады. Мен үшін бір жағы әкемнің де ем үшін деп, қаншама мал мен үйді сатып, жүгірсе де мені темір тордан алып қала алмады. Тек берген ақшасы жылымды азайтып беруге ғана жетті. Тергеу изоляторында жатып, әке-шешемді көруге зар болдым. Не үшін мұндай күйге түскенімді түсіне алмадым. Бір жағынан қорқынышты түс көріп жатқандаймын. Қазір оянсам, бәрі орнына келеді деп өзімді қанша алдаусыратсам да, өкінішке орай бұл түсім емес еді. Менің жазықсыз екеніме ешкім сенбеді. Тіпті туыстарым мен болашақ ата-ене, күйеуім де бас тартты. Тек үйдегі әке-шешем мен бауырларым ғана сенді. Түрмеде отырған 8 жылым 80 жылға татитындай еді. Ол жақтың өмірін ешкімге тілемеймін. Тек аман-есен жүреуің үшін ішіңнен дұғаңды тілеп, түрме қызметкерлерінің айтқанын істеумен боласың. Мен олардың талай қолжаулығына айналдым десем де болады. Жап-жас өрімдей бойжеткеннің өмірі бір сәтте өзгеріп, темір тордың ар жағында шіриді деп ойладым ба? Мен бостандыққа шыққанда, өкінішке орай әкем де шешем де бұл дүниеде болмады. Әкем инсульт алған күйі еш жимастан 2 жыл жатты да қайтыс болды. Анам да оның артынша күйеуінің өлімі мен қызының күйігіне шыдай алмай 1 жылға жетпей кете барды. Ағам да бұрынғыдай күй жоқ, жұмысынан да, жеңгемнен де айырылып, ауылдың алқаштарына қосылған. Осылай менің кесірімнен бір шаңырақ ортасына түсіп күйреді. Қазір ауылға барғым келмейді. Бәрі саусақтарын шошайтып мені кінәлайды. Түрмеден шыққан соң осында қалдым. Кезінде бірге оқыған группалас қыздың картоп жуасын сатып, аздаған айлығыма өлместің күнін көріп келе жатырмын. Күнді жұмысқа алданамын, ал түні бойы ұйықтай алмаймын. Шым-шытырық түстер көріп, алдыртып тастаған бейкүнә сәбилерім шыңғырып, жылап, етегімнен тартқылап, ізімнен қуып жүреді. Түрмеде көрген азапты күндерімді де көріп шошып оянамын. Мұндай тағдырды ешкімге де тілемеймін. Әрбір адам баласы өмірге келген соң, сол өмірдің қадіріне жете білу керек екен. Әсіресе қыз бала болып жаратылған соң, Алла берген абыройыңды қорғау үлкен парыз. Мен қазір бәріне өкінемін. Өмірім басқаша болғанда ғой деп армандаймын. Бірақ өткені өтті. Кейде у ішіп өле қалғым келеді. Бірақ жан шіркін тәтті ғой. Алланың берген жанын өз қолымен қиғымда, күнәһар болғымда келмейді деп көркем әңгімесін аяқтады. Оның аянышты тағдырын естіп отырып, жаным жабырқады. Көңілімді кәдімгідей ауыр мұң басты. Сыртқа шықсақ, кеш батып қалған екен. Көркеммен қоштасып, ендігі өмірінің жарқын болып, еш қайғы көрмеуін тілеп, үйге қайттым.